Баршаңызға қайырлы күн. Ұнаса лайк басып тіркеліп кетіңіз. Осындай керемет кешкі ас дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге фарш қажет болады. Фаршымызды тұздап, тұзын салып, бұрышын шалып аламыз. Картопымызды жіңішке етіп турап аламыз. Осылай жіңішке, қатты қалың қылмаңыз, піспей қалады. Жіңішке етіп турап аламыз. Астына пергаменттік бумага жайдым, жаймасаңыздар да болады. Май құйып, майлап жіберсеңіз болады, жабысып қалмас үшін. Осылай жайып шығамыз картошканы. Картошкамызды жайып болдық. Енді жуамызды турап аламыз. Мінеки картошканы осылай жайып шықтым. Енді бетіне майонез жағып шығатын боламыз. Майонез бүкіл жерге тегізіп жағып шығу қажет. Мінеки майонезіміз жағып болдық. Енді фаршымызды бетіне салып шығатын боламыз майонезіміздің. Мінеки фаршымызды осылай салып шығамыз бетіне. Көптеу салсаңыздар да болады фаршты. Піскен кезде кішкене болып қалады фарш. Енді жаңа жуаны бетіне, еттің бетіне жуаны салып шығамыз. Мінеки жуамызды салып шықтық. Енді бетіне тағы да картоп салатын боламыз. Сол бетіне салатын картопты майонез салып аламыз. Және де мынандай приправаны саламыз. Үйіңізде қандай приправа дәмдеуіш бар, соны салуыңызға болады дәмдеуішті. Менде осындай дәмдеуіш. Енді жаңағы жақсылап араластырып жаңағы бетіне салып шығатын боламыз осылай. Пешімізді алдын ала қыздырып қоямыз пісіруге. Пешімізді қыздырып салып қоямыз. Енді теркіден өткізіп сырымызды 2 жұмыртқа салып шығамыз. 3 жұмыртқа. Енді араластырып, тұзын, бұрышын салатын боламыз. Мінеки картопымыз пісті. Осылай піскеннен кейін мынаның бетіне салып, ерігенше дейін кішкене 5-6 минутқа ғана қойып шығамыз. Мінеки осылай болып пісті. Ас болсын.